Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз кімнің жолы болғыр, соны анықтайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 сыйлық беріледі. Яғни сол сыйлықтардың ішінде ұпайлар бар. Ұпайлардың барлығын есептеп отырамыз. Соңында сіздің жолыңыз болғыш па, қалай болғыш емес па, соны анықтайтын боламыз. Олай болса, мына 3 сыйлықтың біреуін таңдаңыз. Бірінші сұрақ. Міне ұпайлар белгіленген. Қайсысын таңдадыңыз? Бірінші қандай ұпайға ие болдыңыз? Келесі аяқ киім таңда өзіңе. Қайсысын таңдаймыз? Міне 0, 5, 10 ұпай. Қай аяқ киім түсті? Сізге үшінші сағат таңда. Міне қай сағатты аламыз? Төртінші өз үйің қандай болғанын қалайсың? Міне 2 вариант берілген. Сіз қайсы үйді таңдадыңыз? Міне келесі өз ақшаңды таңда. Яғни бұл рандомный, қайсы екен білмейміз. Қай ұпайды алдыңыз? Келесі өзіңе гүл таңда. Бұл қыздарға арналады. Қайсы ұпайды иелендіңіздер? Қыздар не таңдадыңыздар? Келесі өз үйіңнің терезесінен қарағанда даланы қалай көрер едің? Қайсысын таңдаймыз? Вид из окна дейміз ғой. Келесі өз денең қандай болғанын қалайсың? Қыздарға арналады. Яғни фигурамыз қандай болғанын қалаймыз? Қай ұпай түсті? Өте күлкілі деп ойлаймын. Қыздар көйлек таңдаймыз. Қайсы ұпай түсті? Қай көйлек ұнады? Келесі өзіңізге шұлық таңдаңыз. Яғни нәски. 2 вариант берілген мұнда. Ұпайлардың бәрін жазып отырсыз деп ойлаймын. Келесі қыздар шаш үлгісін таңдаймыз. Тоже 2 вариант берілген бұл жерде. Келесі ішетін сусын таңдаймыз. Міне қайсысын таңдадыңыз? Қанша ұпай болып келе жатыр сіздікі? Келесі әмиян таңда. Қай әмиян таңдаймыз? Қайсы әмиян түсті сізге? Келесі қандай мамандық иесі болар едіңіз? Келесі үй жануарын таңда. Оны ұпай түскендеріміз бар ма? Кровать таңда өзімізге жататын. Керемет. Келесі шайға десерт таңда. Тәттін жақсы көретіндерге арналған. Сіз қай ұпай жинадыңыз, қанша ұпай жинадыңыз, осыдан көруге болады. Жолыңыз болғыш, немесе болғыш емес екен. Әрине бұл жай ғана видео. Сол үшін менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды, және де менің каналымды қолдау мақсатында подписаться етуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Әсем.